Азаматтық неке, яғни гражданский брак. Бұл біздің елімізде өте жиі талқыланатын және де заң жағынан сондай бір түсініксіз тақырып. Азаматтық неке дегеніміз бірге тұру, бірақ жаңағы мемлекеттік тіркеуден өтпеген некені біз азаматтық неке дейміз, яғни гражданский брак. Бұл неке, яғни бірге тұратындар, бірақ жаңағы ағаш немесе ЗАГС бөлімінде өзінің некелерін қимағандарды бұл жерде біз азаматтық неке деп айтамыз. Ол ешқандай заңға сүйенбейді. Өйткені бұл мемлекеттік тіркеуден өтпегеннен кейін жаңағы неке ретінде біздің елімізде саналмайды. Бұл азаматтық некенің минустарын айта кетейін. Ең біріншіден, сіздер ажырасып кеткен кезде немесе айырылысып кеткен кезде ешқандай бір-біріңізге мүлік дауы туындамайды. Мүлік кімнің атына жазылды, соған тиесілі болып саналады. Ал екіншіден, балаларға қатысты болатын болса, егер жаңағы балалардың туу туралы куәлігінде оның әкесінің аты жазылмаған болса, демек бұл балалар бойынша алиментті өндіріп алу өте қиынға соғады. Ал үшіншіден, заңды түрде ешқандай да отбасы құқығы берілмейді. Бірге тұру, ол әрине сезім жағынан өте маңызды болуы мүмкін, бірақ заң жағынан ешқандай да былайша айтқанда статус берілмейді. Сондықтан да нақты құқықтар болсын десеңіз, заңгер ретінде мен сізге некеңізді міндетті түрде ағаш бөлімінде тіркеңіз деп кеңес берер едім. Ал сіз қалай ойлайсыз? Жалпы осы азаматтық некені заңдастыру керек па?